Anasım soruğun kaldı. Жылтырып қалды ма? Енді саған жанасын тоқып берейін. Аулада атан ала қойдың жүні қырқам деген еді, барып қарап келе қойшы, дайын болды ма екен? Ау балам. Şunu. Мама, жүн дайын болды. Анашыңа абап бере қой. Алижан, сен атана көмектесе тұр. Біз саған шұлығынды дайындап береміз. Әдемі, жанайым, келе қойыңдаршы. Келе қой, отыра қойыңдаршы. Алидің шұлығы тесіліп қалыпты. Соған жаңадан шұлық тоқып берейік. Сендер маған көмектесе қойыңдар. Қыздар, мынау ала қойдың жүні. Бұл жаңадан қырқылған еді. Енді осыдан біздер жіп жасайтын боламыз. Түсінікті ме? Әдемі, сен мына жүнді сабалай қой. Ал жанайым, сен оны аяға сала қой. Қалғанын жартысын жанайымға берем. Ал мен оны ұршыққа иірейін. Onu бірінші айналдырып. Қыздар, айтыңдаршы, мына жүн жұмсақ па екен? Иә. Неге ұқсайды жүн? Бұртқа ұқсайды, мақтаға ұқсайды. Сосын ода қойдан жиі жасауға болады, мақ жасауға болады. Қолғап тігуға болады, орақ тігуға болады. Қойдың пайдасын біледі екен, иә, біздің қыздарымыз. Оны жүннен қолғап тоқимыз дедік. Және де жүннен тек қана қойды. Мен деген болды. Жүннен тек қана қолғап мойын орағыш тоқымаймыз, сонымен бірге киіз де басады екен, иә бала? Иә. Қараңдар, сендер болдыңдар ма? Иә. Әдемі, сен енді тоқи ғой. Балалар, ертеректе ата-бабаларымыз мал шаруашылығымен айналысқан, көп еңбек еткен екен. Көрдіңдер ма? Қандай еңбек жатыр? Біз бірден жіп пайда болған жоқ, солай ма? Ең әуелі жүнді әкеліп, оны дайындап, иіріп, содан кейін барып біз не істедік? Жіпті шығардық, жіпті жасадық, иә? Жіптің жасалғанын біз білдік бүгін. Алижан, сен келе ғой, сенің шұлығынды біз дайындап қойдық. Қане кел, отыра ғой. Міне Әлидің шұлығы да дайын болды. Рахмет, анасы. Көрдің бе, Әли, атан күнде қой бағады. Міне қойдың біз пайдасын көрдік. Сен енді күнде атана көмектесіп жүр, солай ма? Ал қыздар, сіздерге де рахмет. Бүгін үлкен еңбек жасадыңдар. Міне Әлидің шұлығы тесіліп қалып еді. Сендер аналарына көмектесіп, жіп жасап, міне сол жіптен біз не шығардық балалар? Шұлық Әлидікін. Шұлық тоқып шығардық, е? Иә. Бүгін біздің мен зерттеушімін байқауына қатысқан жалын тобының тәрбиеленушілері. Мен Мереке қызы, Әдемі анасының қызы. Оңғали жанайым Айболат қызы. Әділхан. Әли Мақсан ұлы. Және мен жалын тобының тәрбиешісі Жареке Жанаргүл Жұма қызы.